Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сабақтың тақырыбы терезеде гүл тұр. Сабақтың мақсаты тыңдау, көру материалындағы сюжеттердің мағынасын түсінеді. Сөйлеу барысында көптік, тәуелдік, жіктік, септік жалғауларын қолданады. Белгілі бір тақырыптағы әңгімеге қатысады және сұхбаттасының не туралы айтқанын түсінеді. Бүгінгі сабақта қолданылатын сөздер. Жаңа сөздерді оқып, сөздік дәптерге жазамыз. Сынып, терезе, су құяды, гүл, жапырақ. Қайталаймыз. Сынып, терезе, су құяды, гүлге су құяды. Гүл, гүл, жапырақ, жапырақ. Гүл, су құяды, терезе, сынып, сынып, терезе, су құяды, гүл, жапырақ. Келесі тапсырма. Сынып деген сөзін тәуелдік жалғауларын жалғап, сөйлем құрастырамыз. Жақша ішіндегі сөздерді аударамыз. Менің сенің сыныбың, сіздің сыныбыңыз, оның сыныбы. Тәуелдік жалғауларын жалғап, сөздерді аударып, сөйлемдерді толықтырамыз. Ауызша айтамыз. Келесі тапсырма. Тиісті жалғауды жалғап оқимыз. Мен, сен, сіз, ол есімдіктеріне қандай жалғаулар жалғанады? Мен гүлге су құя. Сен гүлге су құя. Толықтырып оқимыз. Келесі тапсырма. Жұмыс дәптерімізді ашып, дәптермен жұмыс. Сөйлемдер құрастырып, дәптерге жазамыз. Тиісті сөздер астында берілген. Тиісті сөздер: су құяды, гүлдер, терезе, гүлдер. Орын-орнына қойып, сөздерді аяқтап жазамыз. Келесі тапсырма. Мәтінмен жұмыс. 75-ші бет. Тыңдаңыздар, қайталаңыздар, оқыңыздар, аударыңыздар. Бұл менің сыныбым. Сыныпта 3
терезе бар. Терезеде гүл тұр. Әлібек пен Әмел гүлге су құяды. Гүл әдемі. Қайталаймыз. Бұл менің сыныбым. Сыныпта 3 терезе бар. Терезеде гүл тұр. Әлібек пен Әмел гүлге су құяды. Гүл әдемі. Енді оқимыз және аударамыз. Келесі тапсырма. Сөйлем мен суретті сәйкестендіріңіздер. Бірінші бағанда сөйлемдер, екінші бағанда суреттер. Сәйкестендіреміз. Бұл сынып. Сыныпта 3 терезе бар. Үшінші сөйлем. Терезеде гүлдер тұр. Мына гүл әдемі. Гүл қызыл, жапырақ жасыл. Мен гүлге су құямын. Үйге тапсырма 76-шы бет. 3-ші тапсырма. Гүлдердің түсі қандай деген сұрақтарға жауап беріңіздер. Кел жаттайық айдары бойынша өлеңді мәнерлеп оқып, аударып, жаттаңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.